достар, ассалеміне қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгін біз тез әрі қарапайым түрдегі кекс түрін әзірлейміз. Арнадан алыстамаңыздар. Кексімізге керекті заттар 250 грамм қант, 300 грамм ұн, 200 грамм майонез, 5 жұмыртқа, бетіне кішкене кішміш керек болады, ванилин пачка және 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Мінекей достар, біз кексімізді алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқамызбен қантымызды жақсылап араластырамыз, миксерлейміз. Қант әбден ерігенше, яғни көбіктенгенше көтеріліп, содан кейін барып майонезімізді қосамыз. Майонезбен араластырып болған соң, соңынан ұнымызбен 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып араластырамыз. Қазір қант, ванилин салдым жұмыртқаға. Мінекей достар, біз жаңа араластырып болдық барлығын. Соңынан ұнымызбен разрыхлительді салдық. Енді біз осы массамызды кондитерский мешокқа құйып, кекске арналған формочкамызға құйып шығамыз. Мінекей біз мешогымызға құйдық. Бұнда жаңағы жарты масса ғана сиді мешокқа. Енді осыны біз басын кішкене кесіп аламыз. Формамызға құйып шығамыз. Өте толтырмайсыздар. Формамызға барлығын құйып болдық. 20 кекс шықты. Енді біз бетіне сәндік үшін кішмішті салып шығамыз. Және кекстарымызды алдын ала қызған 180 градус пешімізге пісіріп аламыз. Ол піскен уақытын өздеріңіздің пештеріңізге байланысты. Пешке салуға дайын. Кексіміз пісті. Мындай жұмсақ, өте жақсы көтерілген, өте әдемі. Пісіріп көріңіздер. Өте оңай рецепт, әрі қарапайым, көп зат кетпейді ішіне. Міне достар, біз кексімізді пісіріп болдық. Рецепт ұнаса, лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.